Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын салат және тіске басар дайындайтын боламыз. Ең алдымен салатымызды дайындаймыз. Ол үшін бір баялдыны жақсылап жуып, осылай аршимыз. Ортасынан бөліп, ірірек қылып, дәл видеодағыдай тураймыз. Турап алған баялдыны кеңірек ыдысқа салып, үстіне 2 ас қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Картофель крахмалын пайдалансаңыздар болады. Табамызға су май құйып қыздырып, баялдыны салып, жақсылап қуырамыз. Қызарғанша жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қуырылған баялдыны осылай майдан алып сорғытамыз. Ендігі кезекте соус дайындаймыз. 4 тіс сарымсағымызды аршып, екеуін ірірек қылып, қалғандарын ұсақтап турайтын боламыз. Оны біз соусқа қосамыз. Және де бізге осындай болгар бұрышы қажет болады. Свежий пайдалансаңыздар болады. Менікі мынау мұздатқыштан шыққан. Кеңірек ыдысымызға 4 ас қасық соя соусын және күріш уксусын 2 ас қасық және 1 ас қасық құмшекер қосып, жақсылап араластырамыз. Және де осыған ұсақталып туралған сарымсағымызды қосып араластырамыз. Жарты қызыл пиязымызды аршып, жуып, осылай ірі қылып 4-3-теп тураймыз. Бөлек ыдысымызға 20 мл су құйып, оған толмаған ас қасық крахмал қосып, жақсылап араластырамыз. Табамызды қыздырып, 2-3 ас қасық сұйық май құйып, сарымсағымызды қуырамыз және болгар бұрышын салып, бір рет араластырып, артынан туралған пиязымызды қосып, оны да 1-2 рет араластырып, соусымызды қосамыз. Араластырамыз. Ендігі кезекте үстінен баялдыны қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Крахмал қосылған суымызды құямыз. Осыны құйған соң, 10-15 секунд араластырып ұстаймыз. Байқағандарыңыздай, соусымыз осылай бірден қоюланады. Көп қуырудың қажеті жоқ, болгар бұрышы пісіп кетпеу қажет. Әдемілеп ыдысымызға салып, бетіне күнжіт және бұралған ақжелкен қосып әдемілейміз. Дайындап көруге кеңес берем. Өте ерекше дәмді соусы өте керемет болып шығады. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Ендігі кезекте өте оңай жасалатын тіске басар дайындаймыз. Ол үшін шұжығымызды жұқалап тураймыз. Мен осындай DAS деген фирманың шұжығын пайдаландым. Жұқалап тураңыздар міндетті түрде, сол кезде бүктегенге ыңғайлы болады. Турап алған соң осылай сыртын ашып тастаймыз. Бір қиярымызды жуып, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Және бізге осындай гальбани моцарелла мини ірімшігі қажет болады. Болмаса, жай моцарелла ірімшігін 4-5-теп тура пайдалансаңыздар болады. Шұжықты осылай 4 бүктеп, моцарелла ірімшігімен шпажкамен қадап, қиярымызға қосатын боламыз. Дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығатын тіске басар, жасалуы да өте оңай. Дастарханға ерекше әдемі сән беретін тіске басар, жасалуы да өте оңай. Дайындап көруге кеңес беремін. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың және тіске басарлардың рецептері бар. Өтіп кіріп көрсеңіздер болады. Рецептерді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңа рецептің шыққан туралы хабарлама келіп тұратын болады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.